Бүгін қазақ поэзиясының қара нары Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Ақиқат ақынның 95 жылдық мерейтойына орай еліміздің Бельгиядағы елшілігіндегі қазақ мәдени орталығында әдеби шара өтті. Қазақстандықтар мен шетелдіктер ақынның өлеңдерін бірнеше тілде оқып, оның сөзіне жазылған әндерді шырқады. Kuş bopuşu johalsam yeter edim. Сені іздеумен мәңгілік отыр едім. Мұқағали Мақатаевтың махаббат диалогын оқып тұрған Уэнди Мразик, Димаш Құдайбергеннің Бельгиядағы жанкүйерлер клубының жетекшісі, бір айдан бері елшіліктегі мәдени орталықта қазақша үйреніп жүр. Қазақ тілі курсының арқасында Қазақстан жайлы танымым кеңейді деген Уэнди бүгін Мұқағалидың шығармашылығымен етене танысқан наразы. Махаббат диалогы өте әсерлі өлең. Французша аудармасынан түсінгенім, бұл поэзияда тыныштық пен тереңдік бар. Өте әдемі. Ұлы Абайдың өлеңдерін сүйіп оқушы едім. Енді тағы бір қазақ ақынының бай мұрасына қанықтым. Қазақстанда 2 рет болдым. Халқы өте қонақжай. Елдеріңіз жайлы көп білсем деймін. Хан Тәңірінің мұзбалаға атанған Мұқағали жарты ғасырға жуық ғұмырында 1000-нан астам өлең мен 20-дан астам поэма жазып қалдырған. Елім тілім деп тебіренген ақынның жауһар жырларын әдеби шараға жиналғандар қазақ, ағылшын, француз, нидерланд тілдерінде жарыса оқыды. Оның сөзіне жазылған әндерді шырқады. Мұқағали Мақатаевпен біз жас кезімізден сол кісінің дана өлеңдерін оқып, өлеңдерін айтып, Фариза жанды домбырамен шырқап өстік. Сол өнді өлеңдері өте философиялық жағына мән беріп, дұрыс екен, деп өз-өзіңді тоқтатып, өз-өзіңді не бір шалықтып отырасың ғой өлең оқыған кезде. Шараға қатысушылар қазақ поэзиясы әлеміне шексіз кеңістік пен биіктік әкелген ақынның өмірі мен шығармашылығы жайлы сұрақ-жауап ойынына қатысып, өзара бәсекеге түсті. Қазақстан Мұқағали жайлы білімімен ерекшеленген жеңімпаздарға ұлттық кәдесыйлар табыс етілді. Қазақ мәдени орталығының өкілдері Бельгияда қазақ тілі мен әдебиетін насихаттау жұмыстарын әрі қарайда жалғастырмақ. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.